Қайырлы кеш. Мен танымайтындарыңыз болса, менің есімім Махбота. Үйде отырған көп балалы онлайн сетевой кәсіпкермін. Жалпы қысқаша өзім жайында айтып өтейін. Соңғы 8 айдың ішінде жаңа методикамен жұмыс жасап, осы қазіргі таңда өте керемет нәтиже көрсетіп, тек қана интернет арқылы 200-ден аса адамнан тұратын 7 мемлекеттен команда құрып отырмын. Путешествие программасын тегін компаниямнан алдым. Қазір енді автопрограммаға қарай ұшып бара жатырмын. Енді сіздерге мен бүгін бір осы екінші эфирім жалпы өткізіп жатқан енді пайдалы эфирлар өзімнің практикамда болған нәрселермен бөлсем тек қана. Бүгін енді сіздерге почему не умеем продавать деген бір осындай жақсы бір сұрақты талқылағым келіп отыр. Өйткені осындай сұрақтармен жалпы менің өзімнің мақсатты аудиториям жолы болмай, жаңағы сетевой бизнестарын жүргізе алмай, осы онлайн бағытта, дұрыс бағытта жүргізе алмай жүрген менің серіктестерім, сетевиктер. Сол себепті сол кісілердің сұрақтарына бағытталған эфирлар жасаймын мен үнемі. Бұл жерде енді біреулер маған айтып жатады, мен мысалға бұл жерде не только затты сату, мысалға неге сатуды білмеймін дейді, адамдар айтады, мен сатуды білмеймін, мен мүлдем сата алмаймын, бизнес идеяны да сата алмаймын, өзімнің жаңағы командама келетін дұрыс предложениені жасай алмаймын дейді. Мысалға енді почему вы не умеете продать? Потому что бұл негізінде барлық нәрсеге сұрақ қою, сұраққа жауап беру арқылы егер жұмыс жасайтын болсаңыздар, жалпы негізінде мен осы Ресейдің ең қымбат коучингтарына сабақ алам. Ол кісілердің мысалға методикалары маған өте керемет ұнайды. Ол жерде мысалға ешқандай бір жаңағыдай көп әңгіме айтылмайды, көп нәрсе жаңағы талқыланбайды, тек қана сұрақ қою, сұраққа жауап беру арқылы жұмыс жасайды да. Мысалға сондай методикамен жұмыс жасайтын болсаңыздар, егер де сұрақ қою, сұраққа жауап беру арқылы жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіздер де өздеріңіздің нені дұрыс жасамай жатқандарыңызды, неге сата алмай жатқандарыңызды түсінетін боласыздар. Олай болса кеттік. Почему не умеете продавать? Потому что сіз қорқасыз. Потому что вы боитесь. Енді осы жерде осыған сұраққа жауап беру керек, неден қорқам мен деп, ал не знаете, как вести? Өйткені қалай бастауды, қалай вообще жүргізуді білмейсіз, адаммен жаңағы сауда саттықты қалай жүргізуді білмейсіз. Енді оған тағы да сұрақ қоятын болсақ, неге? Сіз қалай бастауды, қалай дұрыс бастауды білмейсіз, ал енді қалай дұрыс бастауым керек десеңіз, енді дұрыс жаңағы адамға ұсынысты тастауды білмейсіз дейді, мысалға, Енді дұрыс ұсынысты тастау үшін мен қалай жүргізуім керек, не істеуім керек десек, мысалға, бұл жерде негізі бұл сұрақтың барлығын жиынтықтап битіп жауап беретін болсақ, сізге в общем сіздің жасап жүрген нәрсеңіз ұнамайды деген сөз. Егер де сіз сату білмесеңіз, егер де сіз өзіңіздің бизнес идеяңыздың, өзіңізді, болмаса мына бір затыңызды сата алмай жатсаңыз, жалпы, бизнесті жүргізе алмай жатсаңыз, бизнесті жүргізе алмай деген сөз тікелей барлық бизнеста сатумен байланысты. Сіз мейлі парикмахер болсаңыз да, сіз өзіңізді көрсетіп сатасыз. Ақшаға сату емес қой, бірақтан сіз өзіңіздің білікті маман екеніңізді көрсетіп жатсыз. Это тоже сату. Енді былайша айтқанда, сіз бір дүкен ашатын болсаңыз, дүкеніңізге керемет қылып реклама жасайсыз, скидка жасайсыз. Оның өзі сату, былайша айтқанда. Міне осындай нәрселер. Ал енді сіз мысалға өзіңіздің бизнес идеяңызды, өзіңіздің сетевой бизнесіңізге адамды шақыра алмай жатсаңыз, адамды шақыра алмау деген сөз, значит, сіз адам сізге келмей жатыр емес, сізде мәселенің бәрі, сіз осы дұрыс предложение жасай алмай жатсыз, сіз дұрыс өзіңізді сата алмай жатсыз, өзіңізді предлагать ете алмай жатсыз, өзіңіздің бизнес идеяңызды жеткізе алмай жатсыз, мына жақтан шығара алмай жатсыз дұрыстап. Ол деген не деген сөз? Вообще жалпы айтқанда, сізге бұл бизнес ұнамайды деген сөз. Егер де, мысалға, сізге ұнайтын нәрсе болса, сіз от души бәрібір ол нәрсені айтып сатасыз. От души делитесь. Раз вы не умеете делиться, значит, вам этот бизнес не нравится. Вы просто пришли сюда ради денег, просто от нужды. А если вы будете делать от души, а не от нужды. Да, я понимаю, бәрімізге ақша керек, бәріміз ақша деп келдік. Бірақ та мәселенің бәрі ақшаға келіп тірелетін болса, мысалға, біздің бизнесіміз жүрмейді. Өйткені біз бизнес идеяны біреуге жеткізу арқылы, өзімізге ұнап тұрған осы бизнес процесті біреуге айту арқылы серіктес табуымыз керек. Біз серіктес таппасақ, жалғыз өзіміз один в поле не воин дейді ғой, жалғыздың шаңы шықпайды дейді, былайша айтқанда қазақшалапта.
Біз өзіміз сетевой бизнесті бір адам жасай алмайды. Никогда ешқай жерде мен бір өзім келіп осы бизнесті көтердім, бір өзім келіп топ-лидер болдым деп айтып жатқан жоқ ешкім. Мен бір өзім болып келгем, март айында бір өзім болған, 5-ақ мың теңгеден тұратын товар оборотым болған. Қазіргі таңда 200-ден аса 7 елден 7 тілде сөйлейтін қыз-келіншектермен жұмыс жасап отырмын. Осының бәрі мысалға менің осы бизнес идеяны жақсы көргенімнің арқасында, мен осы бизнес идеяны жақсылап оларға жеткізе алуымның арқасында, понимаете? Қандай бұл, мен даже 7 тілде өзім сөйлей алмаймын, бірақтан сондай русскоязычный адамдар, мысалға қазақша сөйлейтін адамдармен қазақша сөйлесіп, оның арасында русскоязычный адамдар шығып, русскоязычныйдың арасында украинша сөйлейтін қыздар шығып, украинша сөйлейтін қыздардың арасында азербайжанша сөйлейтін қыздар шығып, көрдіңіздер ма? Қандай цепочка кетіп бара жатыр, я? Я даже думать не могла. Вот какие-то полгода назад менің осы қазір мысалы бір 4 айдай ғана болды осы шетелмен былай қарқынды жұмыс жасап жатқаныма. Өйткені прям мен бизнесім шетелге шығып кеткеніне осы 4 ай болды. Алдыңғы 4 айда мен өзімнің аудиториямда кішкентай ғана маленький осы мамочки в декрете деген аудиторияда отырып жұмыс жасаған болатым. Ол жерде мысалға, қазір мен бүкіл елмен жұмыс жасауға дайынмын да. Өйткені мен уже білем, что этот бизнес масштабный, что маған ұнайды бұл бизнес. Мен бұл бизнес жайында айтып бере алам. Мен просто әшейін азербайжанский, мысалға қыздарым Азербайжандағыда маған айтады ғой, Бота, біз сенің уже көзіңе қарап, сенің түріңе қарап уже біліп отырмыз сен не айтайын деп жатқанды, не айтып жатқанды дейді да. Мен мысалға ол кісілердің чатында как наставник ретінде отырам да, бір сұрақтар болып қалса, жаңағы орысша білетін қыздар маған орысша аударып сұрақты қойып береді, сосын мен ол сұрақтың жауаптарын беремін, я мысалға. И жаңағы біздің система обучения бар ғой, сол система обучения мысалға орысша бәрі оны жаңағы азербайжанша аударып беретін қыздарым бар да, мысалға да. Соның бәрі мысалға это почему так произошло? Потому что я люблю свой бизнес, потому что я могу передать, понимаете? Сіз, если вы не любите бизнес, вы не можете передать. Если сіз осы бизнесті жақсы көретін болсаңыз, от души болса, сіз бәрін бүйтіп прям жіпке тізген моншақ сияқты бүйтіп айтып бере аласыздар. Оған менің өзім практикамда болған бұл нәрсе, я мен де ақша деп келдім. Бірақ мен бұл бизнестің масштабный екенін түсінген кезде, бұл бизнес менің бүкіл арманымды орындай алатынын білген кезде, бұл бизнес маған жалпы ұнайды. Неге ұнайды? Өйткені мен үйде міне өзімнің мына кухнямда отырып жасап отырмын бұл бизнесті. Ешқайда барып жатқан жоқпын. Қазір қыстың күні үсіп қабынып шығып жатқан жоқпын. Автобус күтіп тұрған жоқпын, такси күтіп тұрған жоқпын. Таңертең тұрып машинамды от алдырып қиналып жатқан жоқпын, Сосын жұмысқа барып алып, балаларым не болып жатыр екен, үй не болып жатыр екен, бірдеңе жанып кетті ме екен, бірдеме күйіп кетті ме екен, есікті ашып қойды ме екен, есіктен біреу кіріп кетті ме екен деген вообще ондай ойлар жоқ, негатив вообще жоқ, нөл. Үйде отырып қалаған уақытында осылай экранды қосып жіберіп, любой менің мысалға қазір алдыңғы қатарымда 12 лидерім бар. 12 лидерімнің 12-сінің чатына 10 минуттан 1,5 сағат уақытым кетеді. 10 минуттан осылай видеомен шығып чаттарына все жұмыс жасап берем, болды. Вот кайф. И мен осыны передаю, понимаете? Я не рисую кружки. Мен бүйтіп маркетинг план сызбаймын. Бір адам, екі адам, Оля, Настя, Таня деп жазбаймын. Вообще ондай методикамен жұмыс жасамаймын. Я очень хорошо продаю, потому что я очень хорошо этот бизнес знаю. А я очень хорошо этот бизнес знаю. Почему? Потому что я люблю этот бизнес, понимаете? Я люблю осы бизнестің әкелетін пайдаларын білем, да? Пайдалары маған ұнайды. Меня вдохновляет это. Осы бизнестің маған ақшасынан бөлек кәдімгі пайдалары, жаңа сіздерге айтып өттім ғой, сол пайдаларының бәрі ұнайды маған. Бірінен кейін бірі. Сол это именно өзім сияқты көп балалы аналарға жасауға болатын бизнес. А қазіргі таңда мен мысалға барлық сетевой компанияларда осы жолы болмай жатқан, осы бизнесті идеяны дұрыс бағытта жеткізе алмай жатқан адамдарға көмектесем. Өйткені мен өзім практикамда мен нөлден бастадым. Менің жаңағы бизнес партнерларым, жалпы өзімнің наставниктерім айтады, Бота, мы этот бизнес начинали в трусах, мы тоже без ничего начинали, но смотри сейчас, как мы за 8 месяцев изменили свою жизнь дейді. Там мысалға барлығы 18 миллион тұратын жаңағы екі наставнигімде 18 миллион тұратын жаңа көлік алды мысалға, қазіргі таңда 2 миллион, біреусі 4 миллион, біреусі 2 миллион айлық алып жатыр, мен де осы айда мысалға жарты миллионға жеткізіп жатырмын чегімді, мысалға осының бәрі мысалы менде какой-то бір шамалы уақыт бұрын мысалға март айында 5-ақ мың теңгелік товар обороттан бастаған болатын, жалғыз өзім болған болатын. А қазір міне 200 адамнан мысалға 2 миллион теңгеге
дейінгі товар оборотым бар. Сол товар обороттан мен 25%-ын қазіргі таңда алып отырмын. Осы жалпы осы бизнеста жүріп өткен өзімнің жолымды, мысалға, мен сол наставниктерім айтады, мы в трусах начинали десе, мен айтам, ой, значит, я тогда вообще без трусов начинала деп. Сол айтпақшы, енді мен осы нөлден бастап жүріп өткен, осы өзімнің практикамдағы нәрселерді, мысалға, өзімнің практикамда пайдаланған техникаларды үйрету арқылы, мысалға, өзімнің білімімді де қазір ақшаға айналдырып отырмын, үйде отырып ақ. Өйткені басқа сетевой компаниядағыларды мен, мысалға, барлық адамдарға, мен компанияма кел, мен командама кел, мен үйретем деп айтпаймын. Маған келгісі келетін адамдар өздері-ақ келеді, өздері-ақ жазады. Маған күнде 20 адам жазады стабильно. Сізден консультация алғым келеді деп. Бұл мен сол кісілерге консультация берем. Ол кісілер мысалға басқа компанияда жұмыс жасайтын кісілер болуы мүмкін. Ол кісілер просто көмек сұрап келіп отыруы мүмкін менен. Я мен білмеймін ғой. Ол консультация барысында белгілі болады. Көмек сұрап келіп отыр ма, жоқ әлде менің командама кіріп, менімен бірге дамып жұмыс жасағысы келіп отыр ма. Бұл сол жерде мен анықтаймын. Либо ол маған партнер болады, либо ол менің осы бизнестегі нөлден бастап топ лидерге көтерілген жолымgenдағы жасаған техникаларымды видео сабақ реттігінде кәдімгі үлкен франшиза қылып жасап қойғам. 2GIS MLM KZ деп аталады франшизаның аты. Осы франшизаны сатып алып, өзінің жаңағы бизнесіндегі проблемаларының шешімін табады. Я болды. Міне, осылай мысалға сіздер айтасыздар, я продавать не умею, это не мое. Олай емес, қыздар. Егер де сіздер бұл бизнесқа келген болсаңыздар, значит, что-то ёкала у вас. Бірақ енді соны дұрыс бағытта жүргізе алмай жатсыздар. Дұрыс бағытта жүргізе алмай жатсыздар, өйткені сіздер айтуға қорқасыздар. Неден қорқасыздар? Адам білмейтін нәрсесінен қорқады, білетін нәрсесінен қорықпайды ғой. Білетін болсаңыздар, өздеріңіз, мысалға, от души айтып бере алатын болсаңыздар, еш нәрседен қорықпай-ақ продажа жасауға болады. Менде мысалға күнде продажа болады. Күнде. Бүгінгі сторисімді қарасаңыздар да болады, қаншалықты продажа болған. Менде күнде 600-ден 1000 балға дейін күнде продажа болады. Бұл деген не деген сөз? 6 адамнан 10 адамға дейін 100 балл активация жасап менің командама күнде кіреді деген сөз. Бұл өте керемет осы менің жаңа методикамен жұмыс жасауымның арқасында. Интернеттегі барлық платформаларды дұрыс бағытта игеріп, алгоритм бойынша жұмыс жасауымның арқасында. Жалпы осы неге продажа болмай жатқан енді түсінген боларсыздар деп ойлаймын. Тағы да басқа сұрақтарыңыз болса комментарийда жазыңыздар. Міндетті түрде талқылаймын. Міндетті түрде сол сіздердің сұраныстарыңыздағы, сіздердің ойларыңыздағы сіздерге проблема тудырып жүрген сұрақтарға осындай эфирлер жасап жауап беруге тырысамын. Олай болса жақсы, сау болыңыздар. Айтпақшы, сізде менің командамның мүшесі болып, осы жаңа методикамен жұмыс жасап, небәрі жарты жылда осындай керемет доходқа жетуіңізге болады. Мен өзім сопровождать етіп жеткіземін сіздерді. Ал егер де сіз басқа компанияда жұмыс жасайтын болсаңыз, команда жансақтай алмай жатсаңыз, онда менің MLM, 2GIS MLM KZ франшизамды алып, дұрыс бағытта команда құрып үйренуіңізге болады.